Бір күні патша данышпаннан: «Хазірет, ештеңеге мұқтаж емессің бе? Ішіп жем, киім-кешегің түгел ме?» деп сұрапты. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. «Уахан ием, қармағымда 2 құлым бар. Ол екеуі күллі патшаны да басқара алады. Менде қандай мұқтаждық болсын?» деді данышпан. «Ол қандай құл? Сөзіңе қарасам, ол екеуі мені де басқара ала ма?» деп таңғалды патша. «Әлбетте патшам, ол 2 құл ашу мен құмарлық. Кімнің сабыры мен ерік-жігері әлсіз болса, ол екеуі сол адамды билеп төстейді. Сондықтан осы екеуін ауыздықтап ұстай алған патшаны ғана анық патша деп санаймын». Сол патша ғана күн сәулесі тек өзіне емес, жұрттың бәріне түсіп тұратынын ұмытпайды, депті данышпан. «Ашу мен құмарлығыңа тізгін берме. Әйтпесе, тізгінсіз ат жарға апарып соғады». Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.